Bavur деген bir әлем ауыл бөлек, бауырларсыз жүгінде ауыр демек. Ağa, Önüm. Ağatay, Canım bavurım. еркелетші, Ha? еркелетші. Құдай бері сағанай, осындай інім бар ма екен, даладан тауып алғанбай, түсі қапты шаладан, өзі сондай баладан, жаным, ей болды. Жасың 40-тан асып кетті ғой, әлі еркелейсің ма маған? Жаным аға, асқар тауым ағатайым. Сіз барда мен әлі балам ғой, әлі еркелеймін ғой сізге мен. Әпшу берші. Ей? Өзі ғой еркелет дегенін ма? Менің ағам керемет, бұдан артық не керек? Қамқоршымыз болып жүр, нұрын себелеп. Жеңешемді сыйлаған, өзі жұртқа сыйладам. Ағам барда алдымда, неге қиналам? Осыны айтпай-ақ қойшы, өзі қиналып кеттің ғой сен. Қиналып айту керек қой, қиналам деген жерін. Жаным бауырым, сенің табана кірген тікен мен маңдайыма кірсін. Сіздің маңдайыңызға кірген тікен менің жүрегіме қадалсын. Алып таста кірмей-ақ қойсын. Кірмей-ақ қойсын. Жаным бауырым, алтыным, жүрегімнің ішіндегі жүрегім. Жүрегімнің ішіндегі жүрегімнің жүрексіз. Жанымсың менің. Аға, ау. Осы айда кредитіңіз қанша мен төлеп берейін? Қой ұят болады, ей. Төлеймін, сізден аяғым дейтшесі қанша? 150 мың. 150 мың теңге мен аудардым. Болды. Уайымдамаңыз, менде еніңіз бар кезде. Жаным бауырым, екеуміз тату болайықшы. Тату болайықшы екеуміз. Екеуміз тату болайықшы. Мен барғану, туған бауырлардың, ақшаға бола, дүниеге бола, әйелге бола, бір-бірімен араздасып, бір-бірін бетін көрмей араласпайып жүргеніне мен бар ғой, жыным келеді, жыным келеді. Какой-то дүние. Какой-то әйел. Ей, жан, екеуміз тату болсақ, әйелдер қайда барады ол? Какой-то қатын сырттан келген біреулер олар. Жан бауырым. Осы үйдің берекесі екеуміз. Жаным, берекем менің. Мерекесі де берекесі де екеуміз. Берекем менің. Тату болайық шаға. Ай, үйдің мерекесі мен берекелері қалайсыңдар? Жақсы. Сәлем бердік қайын. Ой, айналайын, көп жаса, ұл тап. Құдай, жаным. Осы келінім бір үзілейін деп тұрады өзі. Ей, қой жаным. Ойбай жаным. Үзілейін деп тұра ма, жарылайын деп тұра ма? Сен өзің бір жеңіл сезінесің ау дейме? Жөндеп сәлем сал. Маңдайың жерге тигенше сал. Ей, айналайын. Ей, бұлда! Ойбайды істеп атырын ау. Аджимане жасатайын ба? Жоқ, керек жоқ. Келін қой, келін. Ой, келін болды. Забала, енді ят емес па енді, аяқ ауыр ғой енді. Қайта өзіне жеңіл болады, оңай басанады. Ойбай, о да гинеколог болыпты ғой мынау. Жұмыртқадай аппақ болған жеңешем, сағынамын құртмайыңды жемесем, жұмыртқадай аппақ болған жеңешем. Ей, жаным, асыл келін, аппақ келін, өзі ол келін болды. Ойбай, айнаран желгі жібердің жаным. Жарылған шарық ұқсамай жүрші, әр жерге бар деп шегірмей. Мына кісілер менің ағам, жеңешем. Менің ағам бар ғой. Мен үшін бар нәрсені жасады. Өзі оқыған жоқ, мені оқытты. Өзінде диплом жоқ, маған әперді дипломды. Өзі таксовать етеді. Мені үйлендірді, бақты, қақты, өсірді. Жеңешем ше, алтын жеңешем. Жеңешем менің киімдерім бәрін жуып, бір қылтанақ таппайсың мен киімнен. Менің тамағымды істеп, көйлегімді, көк тамағымды тоқ қылып жүрген осы жеңешем. Даже менің іш киімдеріне дейін жуады. Ойбай, мырза бола қойшы, құрсын, одыған дейін айтпаса енді, ол мен жумайым ғой, стиралка жуады ғой. Зато стиралкаге қолыңмен апарып саласың ғой жеңше. Ай, қолыңмен ұстадың ба не? Ай, жоғай перчатка киеміз ғой, қойшы. Кәні? Қойшайын артай. Осылар не айтады? Осылардың айтқан заң. Тұр десе тұр, отыр десе отыр. Бар ағамның шалбарын түкте бары. Болды. Аға шалбар сес. Ойбай кел, шымшып алдың ғой. Триконы түктемей қойса енді. Түкте десе бұтындағы шалбарын түктейсің ма? Аяқта жуылған шалбарын түктесейші. Қайдан не шалбар түкте деген соң? Жақсы, мен жұмысқа кеттім. Жеңше аға. Қай қадысың? Жұмысқа барай. Жұмыс несі? Сен әлі көйлекпен жүрсің ба? Иә. Алматы кешке салқын болып жатыр. Кешеге алған безрукавка екен. Қайсы? Кешеге алған безрукавка екен. Мынау маға. Уже алып қойыпсыңдар ғой сендер. Маған беріп жатсыз ба не? Моби, кеше алдым, киіп алдым. Ала ғой, мырза бала, ала ғой. Сенің жылы жүргенің, ағаңның жылы жүргені, жаным. Ойбай, сіз сөйлесеңіз ереп кетемін. Мақұл, онда мен автобусқа мініп кетейін онда. Автобус несі?
Автобус күтейін де барып автобусқа. Ағаңның машинасы тұрғанда қалай жаяу жүресің сен? Машинаң келтірген. Ау. Машинаны келтірген. Машина. Мынау ма аға? Өше алып қойыпсыңдар ғой сендер. Жоқ, машина. Полный бақ бензин құйып қойдым. Бардошокте 3000 теңге тұр, мойка жуып ал. Міне берейін ба машина? Міне бер, мырза бала. Сенің машина мінгенің, ағаңның машина мінгені. Сенің жаяу жүргенің, ағаңның жаяу жүргені. Міне ғой, міне. Ой, сиған жеңгем ай. Не дейді? Жүрегіме сиған жеңгем ай. А, иә. Болды. Мен кеттім онда жұмысқа. бауыр. Аға, Бауырым, інім, ағатай, інім, аға, інім. Жеше деп кеп қалсаң да. Жеше бар қоям. Мен сізге ырзамын бар қоям. Рахмет. Әуелі Алла деп сөйлейін. Екеуміздің бәріміздің тату болып жүргеніміз әуелі Алла сіздің Ой, рахмет. рахмет, иә. Қараңызшы, бірдей киінеміз. Қай жерге барсақ та жұпымыз жазылмай бірдей жүреміз. Иә, рахмет. Мен сізді жеңшем ретінде, үлкенім ретінде сіз деп сыйлап өтем. Ачыман жасап. Жоқ, Боташ, қош. Боташ, осы сен бар ғой, сіз дегенін қоясың ау. Неге? Сосын бар ғой, көпшілік жерде сәлем салған қойш, пожалуйста. Жо, мен түсінем да, сен енді келінсің, бірақ мен шаманың қайсызданам да енді. Сенің ана 14 жас үлкендігің бар да, маған бір түрлі сол ше. Енді жасым үлкен болғанмен жолым кіші ғой. Қош қырсын. Мысалға да екеуміздің енеміз бар ғой. А. Сол құда қаласа арғы дүние кетеді ғой. Құда қаласа деп ғой. Кетеді ғой. Орнында сіз қаласыз. Ой, рахмет. Одан кейін сіз кетесіз ғой құда қаласа. Орныңызға мен қаламын. Иә, Құдай қаласа сен де кетесің ғой, ешкім қамайды ғой, иә. Бірақ сізден кейін кетем ғой десең да. Енді сен менен 14 жас үлкенсің, кім біледі, сен бірінші кетіп қалатын шығарсың. Қыршынына қиылып кетіп кеп. Қош болды, Боташ. тірі жүрейікші. Ой, құрсын. Аман болайық. Айтпақшы, біздің үйде қожайын мен Намырза бала не дейді? Тату болып жүргеніміз біздің арқасы деп. Вот өздерің. Өздерің арқасы деп жүр ма сонда? Сізді какой-то қатын деді. Мен айтты ма сонда ол? Сонда ол екеуі үйдегі татулық екеуінің арқасында деп жүр ма? Солай ойлайды екен ғой. Білмей ма сонда? Менде бір идея бар. Бергесі. Күшті. Ағам шақырайын онда. Шақыр. Болды. Тез Аға. Ал, келді. Жесем шақырып жатыр. Ал, не болды жаным? Сәлем. Ой, көп жаса жаным, көп жаса. Болды, келі қойшы. Ойбай, келін жаным. Шалбар. Ой, жоқ, керек жоқ. Ойбай, осыдан қорған бір күн байқамай інім басып өлтіріп кете ма депші. Абайлаш. Құдайға шүкір, кішкене қатынағаныма қонам. Жақсы болыпты. Нартай, срочно машина от алдыршы, соңға баруымыз керек бұл. Машинаны бер жібердім ғой мен. Нұржанға бер жүрген екенсің ғой бұл, ұмытып кете берем. Айдасын бауыр. Бензин құйып бердің, Бензин құйып бердім, еще 3000 теңге бердім, машинасы мойка жуасын. Сонда оның өгіздей болып бишараның ең болса, сенің машинаң мініп кеткенде жуатын 3000 теңге шығып па сонда ол бишараны? Сонда өмір бақи бензин құйып беріп, еще машина жуатын ақшасын беріп, машинаны беріп, сонда біз жүре береміз де бишара болып. Бопты онда, мен бишара болып соңға жаяу барайын онда. Машина жоқ болып бишара болып күннің астында біресе жауын жауады, біресе не болады. Шлепкімен сол аяғым. Мен түсінбедім, не дей бересіз деді? Нартай, мен саған ештеңе деген жоқпын ғой. Мен саған бірдеңе дедім ба? Мен саған машина бар ма дедім, соңға баратын. Сен жоқ дедің, онда мен бишара ұқсап соңға барайын дедім ғой. Болды ғой, мен саған ештеңе деген жоқпын ғой. Ертең барасай, сол соңға ертең барасай. Ертең болмай тұр ғой сол соңға. Ана справка срок истек деп кеп тұр ғой, соң бару керек екен ол жаны пособияның несі деп қапты. Айтпайсың ба, машина керек те. Өзім де білмей қалдым ғой, қаяқтан білейін енді мен оны. Ой, Неменеге енді? осы болай. Звондаймын. Звондаймын. Звонда. Қаяқтасың е? Машина қайда? Кетіп қапты өші, қаскеліңді кетіп баратырым дейді. Сауап. Сенің тірлігің тұра берсін, оның тірлігі жүре берсін. Бишара болып екеумізден соңға жаяу барайық, күннің астында бишара болып. Машинасы жоқ адам құсап. Бопты, жүрші екеуміз бір. Сорың құрғыр. Не қылды? Жилетті де бер жердің, Қойшы! Жалаң аш, жалаң аяқ, қалды қал бишара болып. Ол мен 150 деген кредит төлеп берді ғой, Ойбай, Нартай, 150 мың теңген әңгіме қымаш, пожалуйста, бар ғой. Біз бар ғой, оның осыдан 10 жыл бұрын 3 миллион теңгеге тойын жасап бердік, между прочим. О кезде бар ғой, 3 миллион деген ақша тұғын, айналайын. Еш ана келін деген қоймай мамасына, ойбай, шуба кигізіңдер деп. Шуба кигізіп, өзіміз шубасы қаған жоқпыз да, әлі күнге шейін шуба киіп кемай жүріп бишара болып. Нартай, сен неменеге ашуланып жатсың, мен түсінбеймін. Мен саған не дедім? Мен саған ештеңе деп жатқан жоқпын ғой. Мен саған айттым, машина бар ма дедім. Сен жоқ дедің. Онда мен бишара ұқсап соңға жаяу барайық дедім. Болды ғой, не дедім саған? Нартай,
Осы әнім күйдіріп келе жатыр меніңше. Баяғыда әкем айтып еді. Ана әнің қолына бірден балық берме, қармақ бер деп еді. Ай, сорың құры. Қармақты да сен беру керексің, сондай, Айша! Онсыз да жүрсің ғой, қармақты беріп, диплом әперіп, өзің дипломсыз бейшара болып. Нартай, бірдеңе тауып киіп шықшы соңғы. Тағылеттің баласы, осы бала мені күйдіріп келе жатыр. Осыдан ұстап алайын, ұрып өлтіремін соны мен. Бопты, ұрып өлтіресің қазір, көрсетемін. жеңше не болды Ойбай. ағам телефонмен звондап шақырды ғой жаңа Не болды? бірдеңе болып қалды ма телефонда деді ғой Не ғой, ара шағып апты ағаң. қай жерін Білмеймін, өзі де білмейді қай жерін. Айтамайтын жерін шағып апты. Қой берші, не қыласың оны? Сен түрлігін істей берсе бар мен ғой. тастадым да келдім жұмысым бар Жоқ, шаруаңды істей берсе. жағдай жақсы ма Иә. Келін, біз соңға жаяу кетіп бара жатырмыз. Жаяу жолыңыз болсын. Иә. Мырза бала, шаруаңды істей бер, кете бер, машина керек жоқ бізге. болды Келін, давай. Көрдің ба? Сен кеткенде не болған білесің ба? Сен кеткенде ағам мен жеңгем қырылып қалды ғой екеуі. Не үшін қырылғанын айтатын болсам, өсектегенде болам. Лучше айтпайын. айтпайтын болсың немен айтасың айт бол Машинасын мініп кеттің ба? Иә. Безрукавкасын киіп кеттің ба? Иә. Бекер істедің бар ғой, Інді мен ойнап берсем шындап киіп кетеді. Тіленіп жүреді өмірі. Машинаның бір жерін түртіп жүреді, бір жерін құртады деді. Айтсам өсектегенде болам. Араларыңға іртік сағандай болам. Сенің туған ағаң ғой енді. сен менің көзімше туған бауырымды туған ағамды жамандап тұрсың ба өлсең өліп кет оныкі дұрыс болса да дұрыс дұрыс болмаса да дұрыс ол менің ағам Үндемеге сен қойыр емессің ғой. Одан кейін ағаң көнше ажиба жасатуды қойшы. Денемді аламаймын мен уже. сен ашуланса кинг-конг болып кетесің қойшы Міндет қылғаны. Істеп берген той ма? Тойға неше теңгеге? Той жасап бер 3 миллионға ма? Иә. Тойға неше түскен білесің ба? Неше түсті? 6 миллион түсті. 3 миллион қарызына берді, 3 миллион қалтасына тықты. Соның арасында 1 миллион бізге беріп, балайына демалып келіңдер десе, болады ғой. шака сонда біздің тойдың ақшасына бізге бермей бәсе неғып тойдан кейін машина жаңартқыш болып кетті деп қоям біздің тойдың ақшасынан алды ма сонда Айтсам өсектегенде болам ше. Кеше не болған білесің ба? Не болды? Кеше мал сойдық қой. Иә. Қойдың алдыңғы сирағын өзінің баласына берді. Үнемі алды болып жүрсін деп. Сенің балаңа артқы сирағын берді. Үнемі арты болып жүрсін деп. Жүр осылай екінші сорт болып артта. сонда менің балам өмір бақи арты болып жүру керек қане мен оның арты болып жүргенім аз ба сонда енді менің балам соның баласының арты болып жүре ма оңбаған Нартай Нартай не? міндетсінген машинаң ба машинаң өзің сенен қалған ескі құсқының бар өмір бақи киіп өтетін болды қой өміріміз ал анауыңды не Шигол, не дейсің маған? не дейсің ұрма мені Не? Адамға жақсылық жасасаң ауыз басың қан қылады, қойға жақсылық жасасаң ауыз басың май қылады деген. сен бар ғой тойдан қанша түсті 3 миллион? қайда ақша Дурак! 3 миллион қалған 3 миллионға кірестен екеумізге екі жер алдық қой неге өзіңе жоғары жақтың аласың неге маған төмен жақтың аласың онда Қағер айтса бәрібір емес па оның? неге ана қойдың алдыңғы сирағын өзің балаңа бересің да менің балам артқы сирағын бересің менің балам артық болсын да сенікі алты болсын ғой сен менікі алты болып сенікі арты болып жүре ма сондасында Түкірің шаршатпай сөйлеші. Қағер айтса аяқтың бәрі бірдей емес па? разницасы бар ырым сенің балаң алды болады менің балам арты болам ба не сен өмір бақи арты болған маз ба емес Нартай қой, Нартай қой. Құташ. Ойбай, келін көп жаса. Құташ. Қатын кеуің жабылайын деп атсыңдар ма не? Раз. Нартай қой деймін. Аға, ойнап істе. Нартай қойса ұят емес. Раз. Нартай. Кел ал, раз. Біздей болып ұят емес. Кел. Не киіп ағасың? футболка Шешші футболканы. Сен ше битші. Кесіласың ауыз. Нартай қойса сен ұят емес па? Көршілер ертең атам мен апама айтып барса не боласың айналайын ау? Апам мен апам сенің көзіңнің ағымен қарасып екеуің бетіңе қарап отқан жоқ па?
аға деген ат бар ғой енді. Қош, жүр. Фиона Мен сонда өмір бақи соның арты болып жүру керекпін ба мен? Жан, енді ол сенің туған ағаң ғой. Кешірім сұрайсың. Сұрамайын кешірім. Өлсем Сұрамайын. Нартай, Сұрамайым деймін. Жұлдызай, кешірім сұрамайым. Сұрамайым. сұрайсың. Не үшін? Сол үшін. Ондай болса алып қояйық. Қоша Нартай. Ай, Нартай, сені атам не үшін Нартай деп қойды білесің ба? Ай, сені нар деді. Осы әулеттің жүгін көтереді. Інісіне қамқор болады деді ғой. Кешірім сұрайсың. Сен аға деген ат. Жүрші Нартай, сен аға деген ат. Жібер деймін саған. Жібер деймін, мойным ауырып кетті, жібер. Қош айналайын. Сенің атыңды бекерден бекер Нұржан қоймаған ғой. Нұрын шашып тұрады. Жан дүниесі жұмсақ деген. Сен араласпа. Сен араласпа. Нерма тиме. Нерма тиме. Араласпа. Нерма тиме. Ей, менің мынандай түрімді ағаң мен жеңген көрмесін демедім ғой. Айбай. Сәлем бердік аға. Көп жаса. Өкінем, өкінем, өкінем. Өкін. Туған ағаң ғой, өкін. Сонша қыздың арасынан сен алғаныма өкінем, өкін. Мен не айтып тұрмын, сен не айтып тұрсың, я? Ол сенің туған ағаң ғой. Оның сенің одан басқа ешкімің жоқ қой. Ол сені баласындай, сен оны әкеңдей көресің ғой. Аға кешірші. Кешірші. Машинаның кілті. Маған десең аударып таста. Песір көп көгеді. Киіп алды. Маған шапшақ қылапсыз ғой. Жадым, трикотта бере салайын ба? Бірақ саған дәу болады, бұл келінге сыймаса бұл. Аға келесі айдың кредитін айтшы, онда төлеп жіберейін. 8-700 бер. Жұлдызай да депсің, ма болды ғой. Міне 150 мың теңге аудардым. Ана таңырет крестегі жерді сатайықта, екеуміз Байсергеге көшіп келейікші. Аға менің балама қойдың артық сирағын жей берсінші. Бұдан бұлай қой сойғанда сирақтарды шауып тастайын. Вообще сирақ жемей-ақ қояйықшы. Баяғыда кішкентай кезіңде аға ат болшы, ат болайын ба? Ат бош, аға. Давай жаным, кел. Уадақ десің де. Ойнап істеп отырмын аға. Осыдан қорған менен. Аға ат бошы. Давай. Аға. Бауыр деген бір әлем ауыл бөлек. Бауырларсыз жүгінде ауыр демек. Әр бауырдың амандығын тілек. Деше, адам өлтіресі бар ғой сізше. Не деген ақылдылық деймін да сізде. Жоқ енді. Көрініп тұр ғой кімнің арқасында екен татулық. Айтсаңыздаршы кімнің арқасында? Әйелдер өзі шапалақ ұрып отыр. О, деп қояды. Байқұстар ырза, я? Негізі бар ғой, Боташ. Ау. Біз ашуланбайық. Иә. Біз ашулансақ жаман болады. Жаман болады. Біз ашулансақ барғанда күн шығып тұрады ғой. Бірден қара бұлт төніп, қар аралас жаңбыр жауып, арты гололед болып, жол жабылып қалады ғой. Жетеді. Ашуланбайық, Ашуланбайық. Тату болайық. Тату Мынау болайық. Қазақта бекер айтылмаған ғой, я. Абысын тату болса ас көп деген сөз. Ас көп демекші. Давай бүгін лағман созамыз. Болды, сіз лағман созыңыз, мен подлив жасаймын. Тоқта. Ау. Лағман сен созшы, мен подлив жасайын. Мен күшті созам, я. Сен битәр созасың ғой, ше. Неше айналдырып, ше. Еще қолтығымдан өткізем көбейді, ше. Сол күн істегі лағман тәтті болып бәрі жеп қояды ғой, я. Жоқ, лағман істемей қойшы онда. Лағман жемейміз. Палау жей салайық бүгін. Давай бұдан кейін вообще лағман жемейміз. Не ғой, негізі ше. Тату болайықшы. Тату болайық. Әрбір отбасы тату болсын. Қазақта бар бекер айтпаған. Ағайын тату болса ат көп деген. Абысын тату болса ас көп деген. Тату болайық. Туыс туғаным, бауырластарым, келсең ауыл жақтамын.